Сәлеметсіздер ме, балалар мен олардың ата-аналары? Бұл видеода біз тез оқып үйренеміз. Ол сатылардан тұрады. Баспалдақтың бірінші сатысында жеке дыбыстарды көргенде танып, естіп, айта алуымыз керек. Жеке дыбыстарды толықтай сіз алдыңғы менің видеомнан көре аласыз. Мен қазір экранда сол видеодан тек үзінділер көрсетіп жатырмын. Сол видеода дыбыстарды менімен бірге дыбыстап оқыңыз. Каналға жазылсаңыз, видеолар шығады. Видео ашық буынды сөздерді тез оқып үйрену деп аталады. Өйткені баспалдақтың екінші сатысында осы дыбыстардан ашық буын, ал ашық буыннан сөздер құрап үйренеміз. Сондықтан, құрметті білім алушы, алдымен бірінші, екінші сатылардан өтіп барып, бүгінгі үшінші сатыға, бүгінгі видеоға көшкеніңіз дұрыс болады деп ойлаймын. Бүгінгі видеомызда біз тұйық буындарды оқып үйренеміз. Тұйық буындар мен ашық буындардың көмегімен сөздер құраймыз, ал сөздерден тіпті сөйлем құрап көреміз. Ал балақай, іске сәт! Баспалдақтың үшінші сатысы тұйық буындарды оқып үйрену. Ал, алма, аш, ашпа, ат, атқа, ас, асты, ал, алты, аң, аңды, ол, алша, он, алты, он алты, ол, ат, ата, ат, суар, ой, ойла, ай, айна, ай, айша, айша, айна, алды, ал, алшы, іш, ішті, ол, асты, ішті, інде, аң, із, киіз, іл, ол, киім, ілді, ұн, ұнды, алды,
Ұш. Ұшты. Ү. Үн. Е. Ес. Ол. Үнді. Естіді. Ö. Өт. Ол өт. Ол өтті. Ыс. Ық. И. Қи. Қиық. Ын. Қиын. Мені көріп тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі видеода біз бітеу буындарды оқып үйренеміз. Видеоны жіберіп алмас үшін каналға жазылыңыз. Келесі видеоларда көріскенше сау болыңыздар.